Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті қазынасы. Абай мұрасы кейінгі ұрпақ үшін мәңгілік. Былтыр Абай атындағы номер 4 мектеп лицейінде елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Абайдың мұражайы ашылды. Игі шара ақиқ ақынның адами, рухани, жалпы адамзаттық құндылықтарын ғылыми негіздеу, оны насихаттау мақсатында ұйымдастырылған. Мұражайдың тұсауын қала басшысы Асқар Ыдырысов пен Абай атындағы номер 4 мектеп лицейінің директоры Гүлмира Жаппасова кесті. Мұражай сандық технологияларға негізделген. Аталмыш мектептің оқушылары Абай Құнанбаевтың өмірімен жақын танысып, шығармашылығын тереңірек зерттеуге зор мүмкіндік алып отыр. Айта кету керек, мұражайда QR код арқылы ұлы ақынның шығармаларын ұялы телефонға жүктеп алып оқуға болады. Ойшыл ұлы Абай мұражайында оқушылардың арнайы Семейде орналасқан Абай мұражайынан алып келінген суреттердің түп нұсқасының көшірмесі қойылған. Бұл мұражайға Балмағамбет Балқыбайұлы атындағы мешіт құнды сый жасаған. Ол араб тілінде жазылған 100 жылдық тарихы бар өлеңдердің түп нұсқа жинағы. Мұражайда тарихи деректер келтірілген, кітаптар мен құнды жәдігерлер қойылған. Арнайы тапсырыспен теріден иленген ұлы ақындардың суреттері де мұражайдың төрінен орын алып тұр. Қазіргі заман сандық технологиялар дамып жатқан заман болғандықтан, біздің мектебіміздің оқушылары информатик мұғалімдермен қосылып, Абайдың бірнеше кітабын жинақтап, QR кодтап қойған болатын. Бұл кітаптарды былай жүктеп көрсеңіз болады. QR код арқылы жүктелген кітапты оқушылар өздеріне ыңғайлы уақытта ұялы телефондарын ашып оқи алады. Бұл музейіміздің ерекшелігі осы сандық технологиялар арқылы негізделген. Бұның ерекшелігі жалғыз кітаптарды ғана емес, QR код жүйесі арқылы оқи алатын. Сол сияқты бейнефильмдерді де осы QR код жүйесі арқылы оқи аламыз. Мысалы, Абай жолы роман-эпопеясының желісімен және тың деректердің жинақталуымен түсірілген Абай деректі драмасын 5 бөлімнен тұратын. Осылайша QR кодтап қойғанбыз. Өздері ыңғайлы уақытта көре алады. Үлкен кітапшамыздың келесі бетінде Абайдың бірнеше тақырыпқа жазылған өлеңдерін мысал ретінде оқушыларға QR кодтап қойылған болатын. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Абайдың шығармаларын бірнеше салаға бөлуге болады. Соның бірі Абайдың философиялық дүниетанымын көрсететін қара сөздері. Мына QR кодтың ішіне Абайдың 45 қара сөзі кірген болатын. Кез келгенін таңдап оқи алады. Өткіздік бе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік.